Суға шомылу маусымы басталмай жатып, Түркістан облысында 13 адам суға кетті. Оның ішінде 10-ы кәмелет жасына толмаған балалар. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ақпаратына сәйкес барлық профилактикалық шаралар жүргізілуде, десе де облыста 4000-ға жуық су нысаны бар. Олардың барлығын қоршау мүмкін емес, ал азаматтар шомылуға тыйым салынады деген белгілерге қарамастан суға түсуін тоқтатар емес. Сондықтан құтқарушылар ресми ашылған жағажайларға ғана баруды сұрайды. Бұл үшін Түркістан қаласында және облыста тағы бірнеше жағажай ашылмақ. Талдау көрсеткендей, судағы қайғылы жағдайлардың басты себептері бұл біздің халықтың және азаматтарымыздың, балаларымыздың судағы қауіпсіздікті жете түсінбеуі. Көп азаматтарымыздан сұрап жатамыз, білмей жатады. Сондықтан ата-аналар, азаматтарымыз, үлкен ересек азаматтарымыз су өте қауіпті екенін түсінуіміз керек, және жас балаларымызға қайта түсіндіріп, барынша жеткізуіміз қажет.